Сәлеметсізбе? Ешкі сүтінің құрамы қандай ауруларға ем? Сәлеметсің бе? Ешкі сүтінің емдік қасиеттері біріншіден ол ас қорытуға өте пайдалы. Ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда өте жеңіл қорытылады. Себебі оның май түйіршіктері ұсақ және жеңіл болады. Сондықтан ол асқазан ауруына, ішек ауруына, асқазан жарасына өте пайдалы. Екіншіден, иммунитетті күшейтеді. Оның құрамында сүт, ешкі сүтінің құрамында А, В, С, Д, Е дәрумендері, магний, фосфор, кальций, минералдары көп. Үшіншіден, жүрек қан тамыр ауруларына өте пайдалы. Оның май қышқылындағы холестеринді төмендетуге көмектеседі. Төртіншіден, жүйке жүйесін тыныштандырады. Оның құрамында магний бар, В дәрумендері бар. Оны жүйке жүйесін нығайтып, ұйқыны жақсартады. Ешкінің сүті ересек адамдарға да өте пайдалы. Сүйек, тістерге пайдалы. Себебі ешкі сүтінің құрамында кальций бар, фосфор бар. Ол сүйекті нығайтады, қатайтады. Ешкі сүтінен түрлі кремдер, майлар, сабындар жасалады. Ол тері ауруына да өте пайдалы. Беттегі дақтарды кетіреді, жұмсартады, ағартады, қабынуды басады. Қорытындылай келе, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, ешкі сүтінің пайдасы өте көп, дәрумендері көп, дәруменге бай, табиғи, ағзаны пайдалы заттармен қамтамасыз етеді.